Массы 4 кг, температурасы 20 градус суда қайнатып, толығын буға айналдыру керек. Бұған қанша керосин қажет? Қызғырыштың пәгі 25%. Массы бар, температура бар, қайнау 100 градус. CR коды кестеден аламыз. Пәк бар, массы 2 табамыз. Пәк формуласын қолданамыз. А пайдалы бөлу А толық көбейту 100%. Пайдалы жұмыс ол бізде суды қыздыру және оны буға айналдыру. Соны алымына жазамыз. Толық жұмыс бөліміне жазамыз. Ол көем, яғни керосин жақтық. Осы формуладан масса мен пәкті пропорция арқылы орындарын ауыстырамыз. Сонда бізде есептеу формуласы шығады. Енді осы формулаға біздер сан мәндерін қоямыз. Так, М2 тең болады бізде С деген 4200. Судың массы 4 кг, температура 100 азайтамыз 20. Меншікті булану жылуы бар бізде 2,3 16 дәрежесі, көбейтеміз 4 кг-ға. Пәк 25%, Q 46 16 дәрежесі, көбейту 100%. Калькулятор қолданамыз. Сонда бізде 0,192 кг керосин жағу керек.